Құрметті оқушылар, бүгін біз номер 3 зертханалық жұмысты орындаймыз. Зертханалық жұмысымыздың тақырыбы ток көзінің электр қозғаушы күші мен ішкі кедергісін анықтау. Алдымен еске түсірейік, ток көзі дегеніміз электр зарядтарын қозғалысқа келтіріп, тізбекте ток тудыратын құрал. Кез келген ток көзінің екі негізгі сипаттамасы бар. Олар электр қозғаушы күш және ішкі кедергі. Электр қозғаушы күш ток көзінің ішінде зарядтарды қозғалтатын бөгде күштердің атқаратын жұмысының зарядқа қатынасы. Ол ток көзінің сыртқы тізбекке беретін энергиясын сипаттайды және Е әрпімен белгіленеді. Ал ішкі кедергі ток көзінің өз ішіндегі зарядтардың қозғалысына кедергі жасайтын кедергі. Ол R әрпімен белгіленеді. Енді тәжірибенің мәніне тоқталайық. Біз ток көзін амперметр, вольтметр және реостат арқылы тұйық тізбекке қосамыз. Реостаттың көмегімен тізбектегі ток күшін әртүрлі мәнге өзгертеміз. Әрбір жағдайда амперметр арқылы ток күшін, ал вольтметр арқылы ток көзінің қысқыштарындағы кернеуді өлшейміз. Тәжірибе барысында сіздер бір маңызды заңдылықты байқайсыздар. Ток күші артқан сайын қысқыштардағы кернеу азаяды. Бұл ток көзінің ішкі кедергісі бар екенін дәлелдейді. Өлшеу нәтижелерін пайдаланып, кернеудің ток күшіне тәуелділік графигін саламыз. Бұл график түзу сызық болады. Графиктің тік оспен қиылысу нүктесі ток көзінің электр қозғаушы күшін, ал түзу сызықтың көлбеулігі ток көзінің ішкі кедергісін анықтауға мүмкіндік береді. Зертханалық жұмыстың соңында сіздер ток көзінің электр қозғаушы күшін эксперимент арқылы анықтауды, ток көзінің ішкі кедергісін есептеуді, тәжірибе нәтижелерін талдап, қорытынды жасауды үйренесіздер. Жұмыс барысында қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауды ұмытпаңыздар және өлшеу құралдарын дұрыс қолдануға ерекше назар аударыңыздар. Енді тәжірибені орындауға кірісейік.